Сәлем достар, бүгін чебуреки жасайтын боламыз. Тауық етінен өте дәмді шығады және тез дайын болады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Енді бізге құрамына қамырымыздың сүт, бір жұмыртқа және тұз керек болады. Осыны әбден араластырып аламыз. Бір келкі болғанша, енді осының үстіне ұнымызды біртіндеп сала отырып, қамыр илейтін боламыз. Қараңыздар, мен бөліп салып жатырмын. Қазір қамыр илейміз. Осындай қамыр шықты. Осыны илеп әбден 1 сағатқа комнатный температурада қойып қоятын боламыз. Енді бізге құрамына тауық етінен фарш керек болады. Оны мясорубкадан өткізіп алдық, және де 1-2 средний пиязымыз керек болады. Ең алдымен осы фаршымызды қуырамыз, оған үстіне пиязымызды салып қуыратын боламыз бірге, және үстіне тұз бұрышын салып әбден қуырып аламыз. Қараңыздар, осылай суы тартылғанша қуырып алатын боламыз. Менің қамырым дайын. Қараңыздар, өте әдемі болып, иі қанды. Енді осыны илейтін боламыз. Біздің чебурекіміз кішкене өзгешелеу болады. Дастарханға қойғанда кішкене өзгешелеу. Ол үшбұрышты болып шығады. Қазір қамырын жаямыз. Қатты жұқада емес, қалыңда емес, орташа қылып жаятын боламыз. Міне қараңыздар, бізге толтырып 2 жерге қойғанға осы қамырымызбен пісіргеніміз жетеді. Тура манты сияқты турап аламыз қазір. Осылай қойып, қолымызбен өлшеп, 2 қапталын кесіп аламыз, керек емесін. Дәл осылай кесіп шығамыз. Ешқандай қиыншылығы жоқ, тез дайын болады. Енді салмамызды толтырып салып шығамыз қамырымызға. Және осыны 4 бұрышты қылып біз түйіп шығатын боламыз. Қараңыздар, осылай ұшын ұстап тұрып, 4 қапталын осылай мұжып шығамыз. Тура манты сияқты, тек ұшын ұстап тұрамыз көтерілу үшін. Мені көрдіңіздер ма? Осылай, дәл осылай істейсіздер. Дастарханға қойғанда бөлек, кішкене өзгешелеу болып тұрады. Ешқандай қиыншылығы жоқ, тез дайын болады достар. Майымызды қыздырып қойдым 1 қапталдан. Міне, енді ең басты мәселе бізде, біз сразу ашылып кетпеу үшін дәл осылай саламыз. Сосын айналдыра отырып, өстіп пісіріп аламыз, қызартып, әп-әдемі қылып. Көрдіңіздер ме, қалай көтеріліп, әдемі болып пісіп жатыр. Қараңыздаршы, өте керемет болып шықты. Іші де өте дәмді болып шықты.